қабір жанында бет сипау мәселесі. Жалпы қабір басына барып бет сипау немесе жолда көлікпен өтіп бара жатып бет сипау, ол ешқандай да дінде қайшылық жоқ. Ең бастысы айтылатын өзінің дұғасы болады арнайы. Ол жерде айтылу керек болған нәрсе инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Расында біз Алладанбыз және оған қайтушымыз деген дұғаны айтылу керек. Яғни Құранда келген бұл аят. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде айтады: кімде-кім қабірдің жанынан өтіп бара жатса, олай болса ол адам Ихлас сүресін 11 рет оқысын дейді. 11 рет оқитын болса, ол адамға сол қабірстанда жатқан бүткіл адамның сауабы барады деген екен. Яғни қанша адам жатады, сонша адамның сауабы барады, жақсылық жазылады деген сөз. Міне сондықтан өтіп бара жатқан адам Ихлас сүресін оқып, я Алла, осы жерде жатқан кісілерді өзің мейіріміңе ала көр деп дұға етіп бет сипайтын болса, ешқандай әбестік жоқ. Бірақ көлікпен өтіп бара жатса, немесе жаңағындай бір үлкен жолаушы автобус немесе сондай нәрседе кетіп бара жатсаңыз, жаңа жол жүргізуші адам бет сипамаған жақсы. Өйткені ертең сіздерге бір бет сипап жүруі мүмкін де, Құдай сақтасын, авария болып қалудан. Сондықтан басқа адамдар бет сипаса да бола береді, ал водитель барынша рөл ұстаған жақсы.